Экономикалық кризис тек экономика мамандарын ғана емес, қарапайым ел азаматтарын да қызықтыратын тақырып. Себебі бұрынғы қателікті білсек, сол тұзаққа қайта түсіп қалмаудың амалын жасаймыз ғой. Олай болса, тарихтағы ең үлкен кризистерді қарастырайық. Егер экономикалық кризис бұл экономиканың күрт құлдырауы десек, онда индустриялық кезеңге дейін кризис болды деп айта алмаймыз. Себебі орта ғасырдағы бір қала немесе мемлекет қазынасындағы тапшылық кризис болып есептелмейді. Себебі мұндай жағдайда экономика ауқымы шектеулі, мүмкін сол жылы сол елде егіс дұрыс шықпаған болар, алайда үлкен көлемде экспорт болмағандықтан көршілес елдер үшін бұдан ештеңе өзгермес еді. Алғашқы экономикалық кризис 1857 жылы болды. Бұл кризистің қысқаша тарихын айта кетейік. 1830 жылдары Америкада жаңа жерлер ашылып, теміржол құрылысы қарқын алды. Бұл салаға қаржы құю өте тиімді еді. Сол себепті Англия, Франция, Испания мен Германиядан ақша құйылып жатты. Ал 1840 жылы телеграф пайда болып, жылдам қолданысқа енуі бұл салаға қарқын беріп, теміржол саласына құйылған ақша еселенді. Және 1853 жылы Қырым соғысы басталды. Ресей бұған дейін Еуропаға астық жеткізіп тұрған, енді Ресей астық жіберуін тоқтатты. Америкалық фермерлер басты бәсекелесі сауда тоқтатқан бойда жаңа жерлерге егін егіп, Еуропаға қымбат астық жіберуді бастап жіберді. Алайда араға 3 жыл салып 1856 жылы соғыс аяқталып, Ресей астығы қайта Еуропа нарығына арзан бағада енді. Америкалық фермерлер шығынға батты. Банктер алдындағы қарызын төлей алмады. Келесі жылы ақ банктер теміржол үшін қарыз алған компаниялардан қарызын талап ете бастады. Әрине, олар ондай сумманы тауып бере алмады. Банктер бірінен соң бірі жабылып, тек Америкаға ғана емес, осы салаға көп қаражат құйған Еуропа елдері де кризистің кермек дәмін тартты. Өндіріс тоқтап, жұмыссыздық артты. Бұл кризис тарихта теміржол кризисі деген атпен қалды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңімпаз елдер экономикасы мен Америка экономикасы да қарыштап өсті. Масштабты урбанизация, радио мен киноның пайда болуы, жаппай рекламаның нарыққа енуі экономикада үлкен серпіліс жасады. Ірілі ұсақты компаниялар күн сайын жаңа тауарлар жасап жатты. Алайда бұл өндірістің бәрі дерлік қарызға, яғни банктен алынған кредитке жасалып жатты. Бұл тарихтағы ең үлкен кризиске әкеліп соқтырды. Сатылым азайып, компаниялар бірінен соң бірі жабылды. Адамдар жұмыссыз қалды. Бұл кризис ұлы депрессия деп аталды. Америка құрама штаттарында басталған кризис цунамиінің толқыны Еуропаға дейін жетті. Әрине, 2008 жылға бүкіл әлемдік кризисті айтпай кетуге болмайды. 2000 жылдардың басында Америка құрама штаттарында жылжымайтын мүлік бағасы жылдам өсіп жатты. Мұндай баға өсімі әлем инвесторларын қызықтырды. Мұны пайдаланып банктер үй алуға кредитті клиент табысына қарамастан бере берді. Себебі бұл үй 2-3 жылдың ішінде бағасы өсіп кредит қаражатын жауап кететін еді. Солайша Еуропа мен Азиядан мыңдаған азамат Америка құрама штаттарынан үй алды. Алайда 2008 жылы үй бағасы қымбаттау орнына арзандады. Банктер азаматтардан алған ақшасын талап етті. Азаматтар банктерге үйлерін бергісі келді, алайда ол үйлер енді бұрынғыдай қымбат емес еді. Ал азаматтарда ақша болмады. Себебі олар Америка құрама штаттарынан кредитке үй алып, қымбат бағада сатамыз деген ойда еді. Банктер мен құрылыс компаниялары үлкен шығынға батты. Бұл қаржылық құлдырау экономиканың басқа салаларына да әсер етті және бүкіл әлемді шарпыды. Ал 2009 жылы тарихта тұңғыш рет екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемдік ішкі жалпы өнім төмендеді. Әрине, әрбір кризис түрі, оның себебі мен салдары әртүрлі. Сол себепті келесі кризис қашан боларын болжап білу қиын. Алайда біз айтып өткен 3 кризиске ортақ бір факті бар. Ол не? Білсеңіз, комментарийға жазып кетіңіз.